Президенттің сынынан кейін Жамбыл облысының әкімі өзі тағайындаған шенеунікті қайта қызметінен алуға мәжбүр болды. Сөйтіп Жамбыл облыстық табиғи ресурстар және табиғатты реттеу басқармасының басшысы Қайрат Досаев бір тәуліктен кейін орнын босатты. Тіпті кадрлық шешім үшін Қасым-Жомарт Тоқаев облыс әкімі Бердібек Сапарбаевқа сөгіс берді. 2 жыл бұрын Тараздағы мектептердің бірінің әжетханасында 12 жастағы оқушы зорланған еді. Осы оқиғадан кейін Қайрат Досаев президенттің пәрменімен Тараз қаласының әкімі қызметінен босатылған болатын. Алайда араға жылдар салып Тоқаевтың қаһарына ілінген шенеунікті басқармаға басшы етіп тағайындаған Жамбыл облысы әкімінің кадрлық шешімі Ақордаға жақпай қалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаевқа 2019 жылы жұмысына едәуір олқылықтарға жол беріп, қызметінен босатылған Қайрат Досаевты әкімдіктің басқарма басшысы етіп тағайындаған үшін сөгіс жариялады. Әкімге бір тәулік ішінде кадрлық қателігін түзетуге тапсырма берілді. Ал президент тапсырмасын Жамбыл облысының әкімі бір күнге де жеткізбей бірнеше сағаттың ішінде орындап үлгерді. Кеше Қайрат Досаевты ұжыммен таныстырылған, бүгінгі күні облыс әкімі Сапарбаевтың өкімімен қызметінен босатылды. Басқармаға бір-ақ күн бастық болған басшының қабылдау бөлмесінде тұрмыз. Мінекей кабинеті, есігі тарс жабық. Көріп тұрғандарыңыздай қызметтік ат жөні жазылатын тақтайшасын да іліп үлгермепті. Ал қоғам белсендісі бұл дауда түсініксіз қарама-қайшылықтар көп екенін айтады. Өйткені оқушыға қатысты оқиғадан кейін қала әкімі Қайрат Досаев қызметінен қуылғанымен неге еңбек инспекциясы басқармасына басшы болып барды дейді. Неге қазір көре қалды оны? Аппарат президентіден өтеді, ол барлық тексеруден 40 електен өтетін нәрсе ғой. Пландардың арасынан жіберіп тұрған ақпарат деп ойлаймын. Есть личный интерес жиді. Осылайша қызметінен айырылған шенеуніктің мемлекеттік қызметтегі мансабына соңғы нүкте қойылған сияқты. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі, Тараз.